Сізді операциясыз емдеуге болады. Бірнеше жерде емделдіңіз, бірақ нәтиже болмай жатыр дедіңіз, одан кейін бардыңыз, операция ұсынылып жатыр деп, операция жасатқыңыз келмей тұр, өйткені жассыз, болашақта карьераңыз бар, жақсы күресіп жүрсіз дзюдода, нәтижелеріңіз де жақсы. Операция болғыңыз келмейтінін де түсінемін, өйткені операциядан кейін ол артроздің тез дамуы деген сияқты асқынулар бар. Сізде емделгеннен нәтиже болмаған, мен былай түсіндірейін. Мына МРТ-да қазір қарап зерттеп жатырық. Мынау ішкі менискіңіз нормаль, сыртқы менискіңізде жыртылу бар. Біз оны жанынан қарасақ, зерттеген кезде ол жыртылудың дәрежесі толық емес жыртық, яғни екінші грейдтік қоямыз. Бұл жерде операция қажет емес. Бұл жерде операция қалпына келтіруге болады. Бұрынғы емдерде нәтиже болмаған себебі, өйткені міне одан бөлек, менисктің зақымдалуынан бөлек, мына жерде үлкен көлемде супрапапиллярлы бурсит бар. Буынның зақымдалу айналасында синовиттер бар. Осы қабынуларды аспирациялап, ирригациялап, алып тастап, одан кейін барып, мынау менискке бағытталған ем жүргізсек, керемет нәтиже болады. Бірақ емнен кейін біз 3 айлық бір үзіліс жасауды ұсынамыз. Мениск толық қалпына келіп, тыртықтанғанша сондай уақыт кетеді. Қазір сіз бірден емнен кейін ауру сезім басылады, бәрі жақсы болады. Бірақ спортқа бірден барсаңыз, ол жердегі кез келген дұрыс емес әрекет мына жараны қайттан қасып, қанат жібергендей әсер қалдыруы мүмкін. Сондықтан ем тек қана осы жердегімен бітпейді, ары қарай да өзіңіз күтіну қажет болады.